Al-Islam aqidatu ва шариа фахуа камил фи aqidatihi ва шараихи. Біздің дініміздің басқа діндерден ерекшелігіміз, біздің дінімізде ақида бар, шариғат бар. Ақида деген сенім. Ақида деген сөз араб тілінде қайт деген түбірден шығады, байлану. Жылқымда байлап қоясыз ғой, байлап қоясыз ғой, кетіп қалмасын деп. Сол секілді адамның сенімінде байлап қояды. Соны ақида деп айтады. Яғни көрінген нәрсеге табынып кете беруге болмайды. Сенімді дұрыстап алу керек ақиданы. Кейін сол бойынша ақида өмір бойы байланып тұру керек. Көрінген жел мияқтан соққан кезде не болмау керек ол қисаймау керек. Міне біздің дінімізде ғана осы ақида сенімді нықтылап береді. Сол ақидамызбен иншалла Алла өмірден өтуімізді нәсіп етсін. Біздің ақидамыз Аллаға серік қоспау, ол туылмаған, туылмаған, оның серігі жоқ. Алладан басқасын бәрі өзгереді. Сол ақидамызды Аллаға иман келтіру, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, жақсылық жамандық Алладан екеніне, одан кейін өлгеннен кейін қайта тірілуге, қияметтің болатынына иман келтірдік деп ақиданың, яғни сенімнің осындай 7 тірегі бар, иманның. Осындай сенім біздің дінімізде ғана нақты айтылған, ал басқа дін өкілдерінде бұндай нақты өздерінің ақидалары жоқ. Олардың айтатындары әйтеуір бір Құдай бар екен, оларды білеміз дейді, бірақ алып қашпа сөздері көп. Олардың бір сөздерін қарасақ, біреу қабірде не болады, мысалға адам қайтыс болғаннан кейін деп сұрап қойсаңыздар болады. Солардың өзінің араласында 4 түрлі жауаптары бар. 4 түрлі. Біреу айтады, қабірге түскеннен кейін қайтадан бір жақсы өмір басталады дейді. Екінші біреу айтады, жоқ, ол жерде ешкім емессің сен. Адам қайтыс болғаннан кейін бітті, топыраққа айналып кетесің да, ары қарай жоқ болып кетесің дейді. Яғни түрлі жауаптар, бірақ ешқандай негіз жоқ. Жай өздерінің ойын айтып жатқан сөздер болып шығып жатыр. Ал біздің осы дін исламымызда нақты ақидамызды нақтылап бере аламыз. Сеніміз міне Аллаға, міне Алла, міне оның періштелері, міне оның кітаптары нақты, міне оның пайғамбарлары, міне тағдыр мәселесі, жақсылық жамандық Алладан екенін бәрі жазылып тұрғанын дәлелдеп бере аламыз. Өлгеннен кейін қайта тірілетінімізді дәлелдеп бере аламыз, ертең қияметтің болатынын дәлелдеп бере аламыз. Нақты. Және шариғат бар. Шариғат деген бұл заң. Біздің конституция заңымыз бар, адамдардың осы ақылдасып қойылған заң. Әрине заман күніге дамыған сайын заңдарымыз да өзгереді, соған байланысты. Бірақ Алланың шариғаты қияметке шейін түскен шариғат бұл. Алла Тағала ең соңғы үлгідегі шариғатты түсіріп қоя салған біздерге. Шариғат бойға ешкім алып қосатындай сөз айта алмайды. Осы Алланың шариғатында осы жерлері сәл нелеу осы. Сол сәл өзгертсеңдер қалай болады деп ешкім әңгіме айта алмайды. Алып қосар ойыңызда жоқ сіздің. Қиямет кешінде оны ешкім айта алмайтын қылып қойған Алла Тағала. Тек қана машалла дегеннен басқа түк айта алмайсыз. Керемет әділдік қой мынау деп. Ал басқа дін өкілдерінің олардың ұстанып келе жатқан сенімдерінде де, олардың жасап жатқан құлшылықтарында да оған сіз де ақыл айта аласыз, мен де ақыл айта аламын. Ақыл парасатпен қараса көп сұрақтар бар. Неге сендер бұлай істейсіңдер? Неге олай істейсіңдер деп сұрақ қойсақ, соңында өздері жауап бере алмай қалып, өздері де ұялып қалып, көп жағдайлар болып жатыр.